Тыңдап өстім ақан біржан үнімен, жаттап өстім Сәкен Ильяс жырын ерен. Мен өзімді таныстырып кетсем деймін Ұлы Абай Шәкәрімнің тілінмен. Мен Ақсу кентінің номер 1 орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Глотова Мария Александр қызымын. Мұқағали Мақатаев. Бабаларым, рахмет сендерге. Бабаларым, рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көркеуде. Қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің. Өміргемен мылқау болып енгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқытының қорқынышты мұнзарын, қобызының шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің құла көздерін, не білмеген, не көрмеген ізгі елім. Жазылмаған тарихымның жолдарын ауыз екі аңызынан іздедім. Мен білмеймін, басына әлде орнап бақ, шаһар салып жасадың ба жанат бақ. Әлде қалай тасқа түскен таңбада, табынамын тарихымдай ардақтап. Сыр ашпайды сенің құла төздерін, сыр ашпайды тау тастағы іздерін, сенің бүкіл болмысының тағдырын. Домбыраның пернесінен іздедім. Іздерімде, сәттерімде түнілген, тастап кеткен аңызына жүгінгем. Жүгінгемде қайта туған тірілгем. Тарихымды жазудамын бүгін мен, бабаларым сенің ана тілінмен. Менің мына қайта туған күнімде, сөйле оркестр, дүрілде бір дүрілде. Сөйле Моцарт, менің ана тілімде. Сөйле Данте, менің ана тілімде. Бабаларым, рахмет сендерге.